Сәлеметсіздер ме? Мен Балерке Бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Саматова Гүлнар Талғатовна. Менің жобамның тақырыбы балабақшадағы қалдықтарды сұрыптау жасыл технологияларға алғашқы қадам. Жобамның мақсаты балаларға қайта сұрыптауды үйрету және табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін арттыру. Қазіргі таңда қоршаған ортаның ластануы өте маңызды мәселелердің бірі. Қоқыс көлемі күн сайын артып келеді. Егер біз қалдықтарды дұрыс сұрыптамасақ, олар табиғатқа үлкен зиян келтіреді. Сондықтан мен экологиялық тәрбиені балабақшадан бастау керек деп ойлаймын. Өйткені бала кезден қалыптасқан әдет өмір бойы сақталады. Жоба барысында біз қалдықтарды 3 түрге бөлдік: қағаз, пластик және шыны. Тобымызда түрлі түсті жәшіктер орнатылды: көк қағазға, сары шыныға, қызыл пластикке. Балалар бұл жүйені түсіндіру үшін біз ойын әдістерін қолдандық. Жобаның тәжірибелік бөлімінде біз қалдық материалдардан түрлі ойындар мен бұйымдар жасадық. Мысалы, жұмыртқалау топтарын пайдаланып, түстерді ажыратуға арналған ойын жасадық. Балалар түрлі түсті заттарды сәйкес ұяшықтарға орналастыру арқылы түстерді оңай үйренді. Сонымен қатар біз тағы бір қызықты ойын жасадық. Бұл ойында балалар трубочка арқылы қызыл және көк түсті қағаздан жасалған дөңгелектерді трубочкамен алып, оларды тиісті түске ұяшықтарға орналастырды. Бұл ойын балаларға өте қызықты болды. Тағы бір жұмысымыз денсаулық жолағы. Біз оны пластик бөтелке қақпақтарынан жасадық. Балалар осы жолмен жалаң аяқ жүріп, табандарына массаж алады. Бұл олардың денсаулығына өте пайдалы. Сонымен қатар, тәрбиеленушілермен бірге пластик бөтелкеден карандаш салатын ыдыс жасадық. Балалар оны ағаш палочкалармен безендірді. Бұдан бөлек, шыны банканы қайта қолданып, оның сыртына жіп орап, әдемі карандаш салатын ыдыс жасадық. Балалар бұл жұмыстарға үлкен қызығушылықпен қатысты. Әрқайсысы өз қиялын қосып, әдемі бұйымдар жасады. Нәтижесінде балалар қалдықтарды ажырата бастады. Оларды дұрыс тастау дағдысы қалыптасты және қалдықтарды қайта қолдануға болатынын түсінді. Ең бастысы, балалар табиғатты қорғау өз қолымызда екенін түсіне бастады. Қорытындылай келе, қалдықтарды сұрыптау және қайта пайдалану жасыл болашаққа жасалған маңызды қадам деп есептеймін.